өмірдің күзі келе жатыр. Шындығында да үміт етем жастарға деп. Ахметбек ағай, бір минут. Ағай жаңа өмірімнің күзі келе жатыр деді. Соған уәж ретінде нәркездар болған 30-ында кемпір болған қыз аз ба, жігіт аз ба, 35-те шал болған. Әр таң сайын көзіңді сұлулыққа суарудан қашпасың. Қартайдым деп алдай көрме өзіңді, қарттық жаспен өлшенбейді. Ахметбек ағайымызға сөз береміз. Біздің жауда кеткен кегіміз бар. Кешегі 7 миллион қазақтың ашаршылық заманда 5 миллионын қойдай қырды. Мына қызыл жаһангерлер. Сол әлемдегі ең жапа шеккен, ең қиналыс көрген біздің халық сол санын қайтадан қалпына келтіру керек. Елдің тұтқасы болып, елдің иесін қолдау керек. Сол үшін аз ұйықтауда көп жорту керек. Енді қазіргі заманда жорту деген сөз білім, ғылымның жолына түсу. Осы бойларыңға өткен күш қайрат, өмір бойы өздері керемет күш сыйладыңдар. Заулап өткен заманайы құраттайын, сырғанаған айларай сынаптайын. Өксі көңіл өткізген күндеріңе, өксі көңіл мен сені жұбатпайын. Білмеймін, қарасама, сай барама, осы өмір асығады қайдағаны, көшін тартып барады қайран жастық, оянға соң қарап ем айналама. Қалмасам деп сол көштен далбасалап, жалын тартып арғымақтың жармасамақ, адуына ауыздық салғызбайды, қаран қалған мені бір жанға санап. Шіркінай құлағынан басып тұрып арқасын қасып тұрып, жастық көшін жалтартпай қуар едім, шалқытып көбігіңді шашып тұрып. Өксі көңіл мен сені жұбатпайын, өкси берсі жалғызтал бұлақтайын. Күзден қалған күрең бір сары бір жапырақтай, жабысып ап жағаңда шуақтайын. Маған да өмірдің күзі келе жатыр. Шындығында да үміт етем жастарға деп Мағжан айтқандай, сендер өскелең жастар өсіп келе жатсыңдар, керемет жастар өсіп келе жатыр. Ана сұңқарлар өсіп келе жатыр, 11-13 жастағы жастар. Енді менің арманым шындығында да осылай мың осылай тренер, өздері психологияны, нейробиологияны, эпигенетиканы, маркетингті, менеджментті меңгерген 1000 кәсіпкер дайындап шығарып, сендерге беріп, сонан кейін жабысып ап, жағада шуақтап, өмірдің зейнетін көру арманым. Сол арманым орындалатыма сенімдімін. Алдарында тек қана жарқындық болсын, Алла тағала өмірлерінде тек сәттілік беретін болсын. Рахмет. Әлі талай кездесеміз. Үлкен бір тойларда, мерекелерде біз онан кейін мына жаяу жүгіретін марафон жасайтын арманымыз бар. 42 километр емес, 60 километрлік марафон жасаймыз деген. Соңын наурыздар өткіземіз, қымыз мұрындық тойын өткіземіз деген үлкен жоспарларымыз бар. Сол жоспарларда бірге кездесуге Алла нәсіп етсін. Рахмет барларыңызға. Ағай, Ахметбек ағай, бір минут. Ағай жаңа өмірімнің күзі келе жатыр деді. Соған уәж ретінде Мұхтар Шахановтың сұлулықты сезіну немесе Ғабиден Мұстафинмен әңгіме атты өлеңін оқығым келіп тұр. Нар көңілдің жастығыма әлді оянған арман ба? 100 жасаған жамбылақын кешегі, о керемет Грузияға барғанда бір сұлуға ғашық бопты деседі. Міні нағыз бүгінгінің батыры, қатал уақыт қарияны салалмаптау тезіне, неткен қайсар сұлулық бұл деп бір орыс ақыны жасалыпты көзіне. Иә, қарттар бар арғымақ арманнан, қиялымен дүр сілкінкен даланы, сұлулықты сезінуден қалған жан бәрінен де қалады. Жер бетінде жел өшірген із аз ба, жігерсіздің өріс әркез тар болған, 30-ында кемпір болған қыз аз ба, жігіт аз ба, 35-те шал болған. Кім жас, кім қарт, уақыт өзі іріктер, ер көбейсін атқып мінер қиялды, қарттық оттың азаюы, от азайған жігіттер, қайты кезде де қоғам үшін зиянды. Бақыттысың, әр таң сайын көзіңді, сұлулыққа суарудан қашпасаң, қартайдым деп алдай көрме өзіңді, қарттық жаспен өлшенбейді ешқашан. Керемет уәж. Поэзиямен айтқаннан кейін тіпті керемет болады екен.